Сәлем достар! Адина тағы да сендермен бірге. Достар, біз көп уақыт видео түсірмедік. Себебі бүкіл мәселе менде болды. Менде ұшық шықты, ернімде кішкене кетті, көрінбейді камерадан. Сол үшін біз сендерге қазір видео түсіріп жатырмыз. Ал бүгінгі видео өте қызықты болады. Сендерге қызық болса, кеттік! Достар, біз бір видеода жалған мәлімет айтып қойдық. Жартысы жалған емес, ал жартысы жалған. Біз бір видеода жазда бірде-бір кітап оқыған жоқпыз деп айттық. Бірақ соны біздің анамыз көрді, сосын бізге айтты, ұрысқан жоқ, айтты жағына. Сендер кітап оқыдыңдар ғой, неге солай айттыңдар, неге жалған ақпаратты подписчиктеріне айтасыңдар. Біз сосын және бүгінгі видео топ-10 біздің кітаптарымыз. Ең сүйікті және бізге қызықты кітаптарды сендерге көрсететін боламыз. Сендерге бізден кішкентай лайфхак. Сендерде видео түсіретін сет болмаса, арнайы бізде сияқты. Сендер жай ғана лампа алсаңдар болады. Сосын камераға қатты жақындап түсірсеңдер болады. Ол бізде кішкентай лайфхак. Лампа, міне, лампа, можно управлять, короче. Сосын және вентилятор. Бізге қатты ұнайды. Ол өте қажетті зат, мені содан міндетті түрде алыңдар. Ал біз кеттік. Мадина бастайды. Бұл біздің ең соңғы кітабымыз. Кеше ғана сатып алдық. Жоқ, кеше емес. 1-2 күн бұрын сатып алғанбыз. Және біз оны оқып біттік. Кеше ғана оқып біттік. Және бұл классикалық кітаптар. Бұны Виктор Гюго жазған. Нотр-Дам бүкірі. Өте қызықты кітап. Бұл адам сайық-мазақтардың патшасы деп болып саналған. Өйткені оның түрі онша емес. Және ол бір биші қызға ғашық болды. Сосын олардың хикаялары қалай өтті, олар бүкіл өмірін қалай өткізді, және олардың қалай өлгенін де айтып берген. Сендерге қызық болса, алыңдар, өте қызықты кітап. Және мұнда сериялар бар. Біз оның бәрін алғымыз келеді. Міне бізде осындай бар. Біз құпия бақты алғымыз келеді, және джунгли кітабы. Өте қызықты кітаптар, өйткені классикалық. Бізге өте қатты ұнайды, және келесі кітап. Мадина, жоқ, сен болсын. Әпсаналар. Бұл жерде ол энциклопедия сияқты болады, ол бізге өте қызық. Өйткені бұл жерде баяғы адамдардың қалай, мысалы бір адам өлсе, оның жүрегін өлшейді, сосын жүрегі таза болса, оны көлге жібереді Аллаға, ал жүрегі жаман болса, құбыжыққа жібереді. Және баяғы заманда адамдарды шаңнан, жапырақтан, топырақтан, ағаштардан, бұтақтардан жасаған. Қызық, Осы серия 2 кітабы бар, тағы да бір жерде, мына жерде. Біз сендерге міндетті түрде көрсетеміз. Енді менің кезегім. Енді мен бұл кітап Парсы патшасы және теңіз патшайымы. Міне осы 2 хан мен ханшайым өздерінің балаларын көлге түсіріп алған. Байқамай. Және сол судың астында өмір сүретін адамдар русалкаға ұқсайды, бірақ олардың құйрықтары жоқ, жай ғана аяқтары бар, бірақ судың астында өмір сүреді. Бір күні олар өздерінің осы кісілердің баласын алып келді, және получилось так, что мынау бала тоже солардың несіне жатады, бірақ мыналар ойламаған, ол жай ғана адамдар, қарапайым адам деп ойлады, бірақ ол судан астында өмір сүре алатын бала екен. Өте қызық кітап. 1001 түн ертегілерінен. Және келесі кітап. Және міне осы 1001 түн ертегілерінен шыққан
тағы да біреуі Аладдин және сиқырлы шам бәрі білетін шығар осы ертегіні. және бұл жерде мультикта кішкене өзгеше, а мынау рас оригиналы. Өте қызықты және міне осы сериядағы тағы да кітаптар. Және кеттік. Келесі енді су перісі. Бәрі білетін шығар. Және осы ертегі бізге қатты ұнайды, өйткені Біз кішкентай кезімізде русалканы көргіміз келді, және қазіргі уақытқа дейін сенеміз, что русалкалар шын өмірде бар. Сендер ғажайып қасесіңдер, комментарияның астына плюс қойыңдар. және лайк басыңдар. Енді мен. Бұл енді Алдар көсе. Ескі кітап, тағы да Мүлде әртүрлі хикаялар бар. Алдар байды алдайды. және ол 3 тілде көрсетілген. Міне ағылшынша, орысша және қазақша. Міне қазақша, орысша және ағылшынша. Біз ағылшынша кішкене ғана ақырын оқыдық. Ағылшынша мен қазақшаны ғана оқыдық, орысшаны оқыған жоқпыз. Міне тағы да бір сериядан әлем ғажайыптары. Бұл жерде ежелгі әлем 7 кереметі, әлемнің жаңа 7 кереметтер туралы айтылған. Еуропа, Азия, Африка, Америка, Австралия туралы мәліметтер. Және тағы да бұл кітаптар жазылған бір Австралиядағы мұнара судың астына қалай батып кеткенде Су бәрін деп жапқан. Күшті, Мадинада біреу ғана қалды, енді мен. Және бұл орысша кітап кесі, неожиданное преображение. Бұл жерде қыз айтылады, ол Академия Girls, ғажайыпқа үйретеді, кішкентай жас қыздарды, және осы қыз ерекше болған. Сол жерде нелер ол бір ғана магиямен ерекшеленеді, бірақ осы қыз Кейси бірнеше магияны пайдалана алады. Ал қалғандары бір магиямен ғана пайдалана алады. Әзіреттім ғой. Және келесі және ең соңғы кітап. Бұл өте ауыр кітап, және балалар біздің ең бірінші энциклопедиямыз. Ғылым деген энциклопедия және Ол жерде қарадар, қазір бір нәрсе көрсетіп. Бізде оны бірінші рет көргенде желкенгенбіз. Міне. Және осындай өмірде жәндік бар. Қызық, Оны жалпақ құртта деп айтады. Бірақ Қазақстанда жоқ, басқа елдерде. Және бұл жерде жоқ, мынау нені? Мынау жәндікті көп аяқтар деп айтады. Міне достар, ең соңғы кітап болды. Бұл энциклопедияда неше түрлі тәжірибелер көрсетеді. Егер сендер тәжірибелерімен видео қаласаңдар, көп лайк басыңдар және каналға тіркеліңдер және комментарий жазыңдар. Біз сосын эксперимент сендермен бірге жасаймыз. Достар, бұл кітаптар өте пайдалы, себебі мен республикалық сайыстан ғылыми жобадан бірінші орын алдым. Осы кітаптың арқасында. Сол үшін осындай кітаптар алыңдар, сосын бірінші орынға ие боласыңдар. Ал достар, бізде бір идея болған. Біз өзіміздің кітапханамызды идея-істейміз. Біз ата-анамызбен сөйлесеміз, көреміз. Және біз соны істегіміз келеді. Және полкалары әдемі түрлі түстіге бояймыз. Және соны қалай істейтінімізді сіздерге көрсетеміз. Әрине, ата-анамыз рұқсат берсе. Осы видео қызықты болды деп үміттенеміз, өйткені ол пайдалы және қызықты ақпараттарға толы болды. Және сендермен бірге болған Адина, Мадина, Twins. Колокольчикті басыңдар, лайк қойыңдар, тіркеліңдер, комментарий жазыңдар және бай-бай. Күнің көзі кіріп кетті. Бай-бай.